Достар, сіздермен тауық етінен кешкі ас дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі сырды теркіден өткізіп алып, үстіне помидорды ұсақтап турап саламыз. Ұсақтап турап чеснок саламыз. 2 чайная ложка майонез саламыз. Дәміне қарай тұз және бұрыш саламыз. Мен 1 чайная ложка салдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің начинкамыз дайын. Келесі тауықтың төс етін алып, ортасынан сызық жүргіземіз, яғни кесіп аламын. Жақсылап кесіп ортасын алғаннан кейін үстіне оливковое масло қоямыз. Оливковое маслоны молырақ құйып, іші сыртына барлығына қолымызбен жақсылап араластырып жағып шығамыз. Жағып алғаннан кейін осындай ағаш таяқпен жан-жағын кесіп шығамыз. Тұз және бұрыш саламыз. Және тауыққа арналған приправаны сеуіп, молырақ себеміз. Барлығына ішіне сыртына жақсылап жағып шығамыз. Ортасына начинкасын саламыз. Начинкасын салып дайындап алғаннан кейін осындай форма дайындаймыз, яғни пергамент қағазын алып, екі жағынан видеода көрсетілгендей етіп бүктеп аламыз, яғни осындай көлемде жасауымыз қажет. Келесі осы пергамент қағазын үстіне тауықтың төс етін салып, екі шетін байлаймыз, яғни тауыққа екі шетін осылай көтеріп, арнайы формасын дайындап, екі шетінен бүріп аламыз. Духовкамыздың табасына салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минут пісіреміз. Өте дәмді және сочный болып шығады. Рецепт ұнаса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжан.